Сәлем достар, мен қазір өзімнің қарындасымның қонақ үйіндемін. Яғни мен оның бөлмесін көрсетемін. Ал ол үшін көрсету үшін мен өз қарындасымды шақырамын. Қарындасым! Сәлем достар! Оның есімі Амина. Ол маған ютубқа көп просмотр және подписчик жинауға көмектеседі. Және де біз бір-бірімізге ақылдасып, қандай видео түсіретінімізді айтамыз. Кеттік! Достар, қазір енді менің бөлмемді көріңіздер. Құрметті достар, бұл деген Амина қарындасымның сабақ оқитын столы, яғни басқа да нәрселер бар. Яғни мишкалары да. Ал енше келесі бізде шкафты сіздерге әдемі үшін көрсетіп шығайық. Міне. Ол яғни біздің шкаф. Аминаның бұл жерде киімдері бар. Жоғарда әртүрлі заттар бар. Сіздер көрінбей тұрған шығар, конечно, біздің бойымыз жетпейді. Диванға тұршы. Диванға тұрып көрсет. Міне. Жоғарда әртүрлі пазлдар бар біз құрастырған. Міне, жоғарда осындай біздің құрастырған фираждар бар. Келесі уже қызыл емес, ол құрсақ полка. Ал бұл Амина қарындасымның үйіндегі полка, яғни картинкалары. Я картинка жүреді, мына жерде полкаларды өздеріңіз білетін шығарсыздар, ұят бар, айтпай-ақ қойын лучше. Конечно, менің төсегім. Ол Аминаның бұл деген кровати жатады. Осы жерде ол деген телефонын қарап ұйықтап жатады. Ал ендеше достар, бүгінге осы, сау болыңыздар. Новый видео күтіңіздер.